35 bölüm. Zafer ағаның атын берейік дегенді қайдан ойлап таптың? Сен сонда Зафер ағаның атын беруге қарсы болғаның ба? Әрине қарсы емеспін. Тек бұны неге алдын ала айтпадың? Айттым ғой. Жаназасында Гүлстан апаймен сөйлескем. Сонда менімен ақылдасуды қажетсіз деп тапқаның ба? Керем, бұныңды қалай түсінуге болады? Әлде ол біздің жекеменшік ғимаратымыз ба? Бәрі өз қолыңда тұрғандай қалай уәде бересің? Егер әкімшілік рұқсат етпесе ше? Неге рұқсат етпейді? Челек құрылыс барлық шығын өз өтеп толық қамтамасыз етеді. Сонда бұл жөнінде маған қашан айтпақшы едің? Айттым ғой. Иә, айттың. Біздің холдингтің тапсырысын алу үшін есігімізде күтіп жүрген адамдардың алдында айттың. Керем, біз екеуміз серіктеспіз. Бұндай маңызды мәселеде қалайша жалғыз өзің шешім қабылдайсың? Сен де өзіңнің жеке кәсіпкерлік орнында ашқанда менен сұрап бедің? Түсінікті. Бұл болмайды екен. Дәл солай. Адам құсап бір шешімге келейік. Бөлінгеніміз дұрыс болар. Тіпті жақсы. Бөлінейік. Онур мырза, құрылыс тұрғын үй департаментінен Нежати мырза сізбен сөйлесем дейді. Кейін хабарласын, мен шығып барам. Жақсы мырза. Апа? Онур, балам, мен де сені ойлап тұрем. Қалайсың, балам? Қалайсың? Апа, бүгін кешке үйде боласың ба? Әрине үйде болам. Қайда барат дейсің? Келсең тіпті жақсы болар еді. Тамаққа кел. Не дайындатайын? Айтсаңшы. Тамаққа әуре болма, апа. Тек өзіңмен сөйлесіп қайтам. Не жөнде? Барған соң айтам. Жақсы. Онур. Жақсы, көріскенше. О, иісі қандай? Хазелнат кофесі ме? Тамаша, рахмет. Осы сенбіде Канның туған күні. Солай ма? Байғұс бала осы туған күнде үйде болатын болды, әйтпесе үнемі ауруханада. Неге? Осы жылға дейін туған күні үнемі ауруханада жатқан кезінде сәйкес келетін. Балапаным сол, қайтсын. Көздері жаудыреп, сол кезде дәрігерлер мен медбикелер арасында жататын еді. Осы жылға туған күн ерекше болайын деп тұр десеңші. Канға тамаша кеш ұйымдастырайық ба? Рас айтасың ба? Әрине. Жақсы болар еді, Керем. Шехризат та қуанып қалсын. Онда қалай жасаймыз? Жақсылап ұйымдастырайық. Бану, Канның қазір денсаулығы қалай? Жақсы, операциядан кейін толық сауығып кетті. Сол күндерді еске түсіргім де келмейді. Шехризат қандай қиын күндерді бастан кешті десеңші. Бір жағынан донор табыла қоймады. Канның жағдайы күн өткен сайын нашарлай берді. Михрибан әпке табылмағанда Алла сақтасын. Кан қазір жоқ еді. Көп қиналған екен ғой. Әрине. Ана деген құдіретті күш болар, Керем. Шехризат Кан үшін $200 000 іздеп тапты. Айтуға оңай, $200 000. Иә. Әрең жинаған айтып еді ғой. Содан бәрі жақсы болды ма? Онур мырзаны қырсық шалғанын көрмейсің бе? Жарайды. Мен Шехризатқа телефон шалайын. Сол күнге ештеңе жоспарламасын. Тоқтай тұр. Әуелі не істейтінімізді ақылдасып алайық. Кейін хабарласарсың. Жақсы, сонымен қалай жасаймыз? Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайда жүрсің, Ғани? Мен сабақты болдым, Шехризат ханым. Бүгін сабағым жоқ дегенің қайда? Математика негіздерін бүгінге қойыпты. Сабақ кестесін қайта-қайта өзгерте беретіндері қызық екен.
Окуу жылы жаңа басталгандыктан әлі нактыланып бүтпөй жатыр. Дегенмен сен сабақ кестесін маған беріп қой. Сабаққа баратын уақытыңды біліп отырайын. Жарайт, Шехризат ханым. Бану, қалайсың? Қайырлы таң, өзіңде не жаңалық бар? Қандай жаңалық болсын жұмыста? Университет кешені жобасын бастадың ба? Иә, бастадым. Жақсы, Шехризат. Шехризат, тыңдашы. Сен Канның туған күніне орай ештеңе жоспарлама. Неге? Әлде ойластырып қойдың ба? Жоқ жаным, әлі ешқандай жоспарым жоқ. Жақсы болды. Біз Керем екеуміз Канның туған күні кешін ұйымдастырамыз. Рахмет жаным, қажеті жоқ. Бірден қарсы келме, Шехризат. Керем болай дейді. Кан түске дейін достармен болсын. Одан кейін Керемнің яқтасымен теңізге шықсақ. Оған балық ұстауды үйретсем деп отыр. Қалай қарайсың? Банужан, Тыңдашы, сайқымазақ шақыртамыз. Тамаша болады. рахмет, мына мезгілде Канды теңізге шығармағаным дұрыс болар. Онсыз да жөтеліп жүр. Суық тиіп қалар. Рас, ол жағын ескермеген екеміз. Кан жөтеліп жүр дейді. Теңізде суық тиіп қалар. Жақсы, онда мен басқа нәрселерді ұйымдастырам. Банужан, шынымен әуре болмаңдаршы. Не өресі бар жаным? Бұл Канның есінде қалатын жақсы бір туған күн болсын. Содан әпкем келді. Ал, сендерге Ресейден не әкелейін? Ештеңе. Неге? Ал мен әкелеріне не тапсырдым білесіңдер ме? Айтсаңшы, Али Кемал. Иә, әлгі, не де, ұмытып қалдым. Қойшы. Әлгі ағаш қуыршақтар бар ғой. Бірінің ішіне бірін салатын. Матрешка. Иә, матрешка, соны тапсырдым. Одан кейін иіссу. Солай ма, жаным? Иә. Әуежайдың ішіндегі дүкеннен бір қорап шоколад аламын. Орыстардың ұйқыда кісіні қорылдатпайтын дәрісі болса, содан да алшы, Али Кемал. Неге? Не үшін? Сен қатты қорылдайсың. Кеше түнде ұйықтай алмай шықтың. Әке, егер ондай дәріні таба алмасаң, апама құлақты бітеп қоятын бірдеңе ал. Жоға, мен қорылдамайым. Қорылдағанда қандай, сенің қорылыңнан қабырғаларда қозғалып кете жаздайды. Бізге естіліп тұрады. Ол өзіңнің қорылың, Бұрхан мырза. Қош, мен өмірде қорылдамаймын, не дейді ханым? Жатқан орнымнан қозғалмайтын адаммын. Біліп қой. Әрине. Ғани нағашыма да алшы, әке, ол да қорылдайды. Иә деген екенсің, мен қорылдаған емеспін. Қорылдайсың. Қорылдамайым. Қорылдайсың. Қорылдамайым. Қорылдайсың. Ақылдарыңнан адастыңдар ма? Екіге бөлінеміз деген нес? Бейнеапының түбіне жетейін дедіңдер ме? Бірге жұмыс істесе алмаймыз, апа. Не деп тұрсың? Бұларың не, Керем? Әкелерің күндіз түні тынбай 25 жыл еңбек етіп, шағын ғана бір фирманы холдинг дәрежесіне жеткізді. Ал сендер болсаңдар 10 жылға жетпей таратып кете бермекшісіңдер. Бар еңбектің зая кеткені ме? Апа, қарсы келме. Осы ең дұрыс шешім. Жоқ, мырзам. Бейнеапыны бөлу, тарату дегенді ауыздарыңа да алмаңдар. Апа, Бұл болатын тірлік емес, Керем. Әлде естеріңнен адастыңдар ма? Тіпті әкелеріңе деген сый құрметтерің жоқ па? бұлай кете берсек бұдан да жаман болады деймін. Неге түсінбейсің? Түсінетін түгі жоқ. Дардай холдинг сендер сый салмады екен деп тарап кетуге тиіс емес. Апа, босқа шаршама. Бұл бітті. Жоқ, мен рұқсат етпеймін. Сенің рұқсатың болмаса да мен өзіме тиесілі акциямды аламын. Содан кейін шаруам жоқ. Айтқаным айдай келді. Кезінде саған ескертіп едім. Егер Шехризаттан бас тартпасаң, соңы неге апар соғатынын айтқан. Міне. Қош келдің, балам. Сәлем бердік, апа. Кел, отыр, балам. Тамақтың үстінде сөйлесе отырайық. Сонымен Шехризатпен татуластыңдар ма? Иншалла, соны айтуға келген боларсың. Жоқ, апа. Біз Керем екеуміз бөлек кетейік деп жатырмыз. Түсінбедім.
Кімді шақырамыз, саған қайсысын айт? Мынау ма? Мынау да өте әдемі екен. Онда екеуін де шақырайық. Бола ма? Әрине болады, неге болмасын? Бану, өтінем. Бізге кедергі жасама апасы. Біздің жігіт 7 жасқа келейін деп жатқанда. Бану, біз мектепте достарына торт апарып атап өтеміз. Бекер әуре болдыңдар. Мейлі, бұның жөні басқа. Кан апаң айтшы, сенің туған күніңді тойлайық. Әрі Керем ағаңның саған сыйлығы бар. Алақай. Көрдің бе? Міне, қане көрейік. Нелер бар екен? Міне сарбаз бар, Бэтмен бар. Қайсысын алайық? Айтшы. Бэтмен болсын. Жарайды, жаным. Жарайды. Ал, қайне жігітім. Менің қолымда ондықтан 3 бар. Ал! Сау бол, Шарлот. Сау бол, Ники. Не деген тамаша. 100 евро. Бір сәтте шотыңа түседі. Кәне тағда. Кәне келші жаным. Sevgi, сәлем, мен ғой әлі Кемал. Менде үйіңнің телефоны жасыл екен. Тоқта, қоймай тұра тұршы. Құдай үшін Sevgi. Бүгін қалта телефоныңа қанша рет қоңырау шалдым, жауап бермедің. Иә, тым кеш екенін білем. Айыпқа бұйырма. Тыңдашы, Sevgi. Өтінем. Тыңдашы. Жансельдің қайда екенін айтшы. Жалынамайшы. Жынданатын болдым. Құдай үшін. Айтшы, Sevgi. Жансельді ойлап есімнен ауысатын болдым. Sevgi. Sevgi. Құдай сенде екеудің жазасын берсін. Ұялмайсың ба? Түн жарымда әйеліңнің төсегінен шығып, ойнасыңның қайда екенін сұрауға қалай дәтің барды? Фусон байқап сөйле. Несіне байқап сөйлейін, Али Кемал? Әлі соны ұмыталмай жүрсең, неге қайтып келдің? Ажыраспай-ақ қояйық деген өзің емессің бе? Қандай адамсың, Али Кемал? Фусон айғайлама. Алла жазаңды берсін. Мені құртып тындың, өмірімді құрттың. Айғайлама деймін. Сені кездестірген күнге лағнет айтам. Қыздарды оқуға апарып салдың ба? Я апарып салдым, Бұрхан мырза. Онда біз де кешікпей шығайық. Ол жерге сағат қаншада жетесіңдер? Кешке қарай жетеміз, апа. Жақсы, бара салысымен хабар бер, Бұрхан мырза. Алаңдамайық. Жақсы, Надида ханым, сау тұрыңдар. Жақсы, келін жан. Аман сау оралыңыздар, әке. Жолдарыңыз болсын. Айтқаның келсін, айналайын. Өзіңе ықтиятты бол. Ол жақ суық, ауырып қалма. Жарайды. Фусон.
Ал жолдарыңыз судай таза болсын. Кызым, біздің мемлекетте су тапшы. Таза суды босқа ысырап етпесеңіз. Көкөністерді жуған су тұрғай, соны неге төкпедің? Ойма келмепті Надиде ханым. Суды босқа ысырап жасамаңдар. Айшеге де ескертіп қой. Су деген ең қымбат нәрсе. Жарайды. Үсін. Не болды қызым? Неге көңіл қошың жоқ жан? Сол баяғы жырапа, қайтесің? Уақыт керек қызым. Бәрі де жақсы болады. Сыртқа шығып жүріп келсең қайтеді. Қайда барам? Шеңгүлге барам деп жүретін ғой. Баласы бір жасқа кеп қалды. Соған барып құтты болсын айтып шықсаңшы қызым. Қазір қолың бос. Апа шыққымда келмейді. Үйде қамалып отыра бермей, бір мезгіл сыртқа шығып қыдырып қайтып өссін. Қанекей. Такси шақырайық. Ғани, жүр кеттік. Қайда? Бурхан мырза фабрика салдырам деген жерді көріп қайтайық. Тузлаға ма? Барғандарың дұрыса, қалайда сағат 11-де Онур мырза келмей ме? Айыпқа бұйырмасын, өлгермейміз. Жиналыстың уақытын хатшысы арқылы сұрататын болса, осылай болады. Келсе не деп айтам? Шехризат ханымның тығыз шаруасы шығып қалып дерсін. Жүр, Ғани. Ай, сонша шашып кеткендіз. Бұл қыздар қайтып адам болады. Әлі кішкентай емес пе, Надиде ханым? Қайдағы кішкентай немет. 1-2 жылда бой жетіп шыға келеді. Жандарым сол. Мейлі, тек бақытты болсыншы. Бақытты. Сондай жақсы көресіз. Мынау не? Әже, маған жазыпты. Біз үйден кетіп барамыз. Әке шешеміздің ұрыс керістеріне шыдай алмадық. Бізді іздемеңдер. Атам айтшы, бізге ашуланбасын. Әже, сені қатты жақсы көреміз. Қош болыңыздар, Букет, Бурджу. Қыздар қашып кетті. Надиде ханым. Холдингті екіге бөлеміз дегендерінің себебін айт дейім. Мандымды жауап жоқ. Бұл қалай, Севаль? Естерінен ауысқан. Керем қандай себеп айтты? Сол. Бірге жұмыс істей алмаймыз дейді. Олар қалайша бұндай күйге жетті. Онур мен Керем бір-біріне бауырдан дартық. Бірінің қолына батқан тікен екіншісінің маңдайына батпай ма? Түсінсем бермасын, қалай болды? Севаль, Құдай үшін бірдеңе білсең айтшы. Білмеймін, Периде. Бұларға бір тыйым керек. Өздеріне салсақ дардай холдингті таратып кете бермекші. Мен ондайға өлсем де жол бермеймін. Холдингте менің де үлесім, акциям бар. Әрине, оларға жол беріп қарап отыра қоймаспыз. Оңай демекен. Бұны бәріміз бірге отырып міндетті түрде сөйлесуіміз керек. Соңғы күндерде екеуі де біртүрлі көңілсіз, мазалар болмай жүрді. Мен бәлкім ауырып қалған болар дедім. Түскі үзіліс кезінде өзім де сіздермен хабарласайын деп жатқам. Жоқ, ауырған емес. Селен қызым, сен бүгін Букетпен Бурджуды көргенің рас па? Иә, мұғалім, мына жерде сөйлесіп тұрды, бірақ сабаққа кірген жоқ. Сабаққа неге қатыспайтындарын сұрамадың ба? Сұраған жоқпын. Букет Бурджуға Измирге барайық деп жатты. Измирге ме? Иә. Измирде қайда бармақшы екен? Білмеймін.
Онда туыстарыңыз бар ма еді? Жоқ, Измирде ешкіміміз жоқ. О, Құдайым-ай. Енді қайттым. Енді не істедім? Жүріңіз, кабинетке барып полицияға хабар берейік. Жоқ. Мен әуелі аталарына хабарласайын. Бізге де бір хабарын айтыңыз. Әрине. Абонент байланыс аясынан тыс жерде немесе оның ұялы телефоны сөндірулі. Тезірек жүр. Демек тығыз жұмыстар шығып қалды. Иә, өте тығыз. Жұмысқа байланысты. Сізге келіп әуре болмаңыз деп айтуға үлгермей қалдым. Қай уақытта келетінін айтты ма? Жоқ, айтқан жоқ. Маған қатты ашуланды ма? Хатшыңыз арқылы сөйлескеніңізге ашуланды. Тек менен естіген жоқсыз. Жоқ, мен ешкімнен естімедім. Кофе әкелейін бе? Иә. Отырсаңызшы. Сүтпен бе? Жоқ, сүтсіз. Сізде әуреге салып қойдым ау. Не әуресі бар? Міне кейіңіз. Рахмет. Ал, жұмыс қалай жүріп жатыр? Жақсы, шүкір. Көп жұмыс істей ме? Өзін көп шаршатпасын. Шехрезат сіңілім айтқанға құлақ аса қояр ма екен? Иә, тыңдамайды. Білем ғой. Кан мені сұрап тұра ма? Иә. Қазір. Мехриба ханым, не болғанын сұрама. Кімге баратынымды білмедім. Бурхан мырза жоқ, Али Кемал да жоқ, Фусон болса. Не болды, Надиде ханым? Шехризат бір амалын табар деп. Онор мырза. Надида ханым, жайшылық па? Рұқсат етсеңіз, бұдан былай көлікті мен жүргізейін, Шехрезат ханым. Бурхан аға, яғни Бурхан мырза солай деп еді. Маған Шехрезат ханым дегеніңді қойғаны. Кеңседе бөтен адамдардың көзінше ханым десең болды. Өзіміз болған кезде әпке дей бер. Рас айтасың ба, Шехрезат әпке? Шынымен әпкем сияқтысың. Сіз маған ұнайсыз. Көлік жүргізгеніңе қанша болды? Көп болған жоқ, бірақ алаң болмаңыз, мен жақсы жүргізем. Жақсы. Онда қайтарда сен жүргізесің, келістік пе? Келістік. Ғани, Шафет мұғалім сендердің университеттеріңде ме? Шафет пе? Шафет Демир өзін статистикадан береді. Иә, бізде. Бірақ маған сабақ бермейді. Иә, оның пәні 3-ші курста жүреді. Инженерлікке кіріспеден кім береді? Ана кім тілімнің ұшында? Жемил. Тоқтай тұр, Жемил бейік дере ме? Иә, сол. Рас па, Жемил мен оққан университетте болатын. Не болды? Сіздерге не болған? Не болды, қойыңыздар енді. Бұл не істегендерің, тоқтатыңдар. Сенің не шаруаң бар? Сен алдымен дұрыстап сөйле. Таяқ жемейін десең, сен тыныш тұр. Не істеп жатырсыңдар, кімсіңдер? Сенің не шаруаң бар, өзің кімсің? Мен кім екенімді білесің бе? Мен осы жерде салынатын құрылыстың сәулетшісімін. Евле оғлы, ұқтың ба? Евле оғлымын. Тоқтат мынаны. Сәулетші ханым алды, мен сізге түсіндірейін. Кейін түсіндіресің. Тоқтат дедім мен саған. Тоқтатыңдар! 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 Ал енді айта бер. Бұл жердің бос тұрғаны қайда? Соны босатайық деп жатқан жоқпыз ба? Мына халықтың тұрған үйлерін қиратып тастап босатпақшысыңдар ма? Өз еріктерімен көшіп кетті дегендерің қайда? Әпкетай, енді өзің тыңдамайсың ғой. Дұрыстап сөйле, Шехрезат ханымның туысы ма едің?
Шехризат ханым, тыңдаңызшы, біз Бурхан мырзаға берген уәдемізді тұрып, жерді босатып жатырмыз. Солай ма? Адамдарды зар жылатып босатасыңдар ма? Мыналарды адам деп тұрсыз ба? Бұлардың бәрі ұры-қары. Өзің ұрсаң, өзің ұры! Білдің бе? Не деп тұрсың? Бұлардың ұры екенін сен қайдан білесің? Ұры болса, үйлерін қиратуың керек пе? Шехризат ханым, мен сізге дұрыстап түсіндірейін. Біз Бурхан мырзаға жерді босатып берейік дегенбіз. Жоқ, сендер Бурхан мырзаға адамдардың бәріне ақша бердік. Олар өз еріктерімен көшіп кетті дегенсіңдер. Жарайды онда. Жігіттер жина, кетейік. Сәулетші ханым өзі бұздырмады деп Ферхат мырзаға айтамыз. Көреміз. Бұл жерді Бурхан мырзаға сатамыз ба, әлде басқаға сатамыз ба? Оны көреміз. Сен оны шешпейсің. Бар, бұл жерден көзіңді құрт. Кетіңдер. Жоғалыңдар, барыңдар. Енді қайтып бұл жерге келмеңдер. Көздеріңді құртыңдар. Батырыңдар қараларыңда. Ятсыздар. Кетіңдер. Жоқ. Қыздарға байқатпаңдар. Автобус жай демалуға тоқтаған сияқты бізді күтсін. Біз тез арада сол жерге жетеміз. Жарайды. Надида ханым, уайымдамаңыз. Қазір жетеміз. Немерелеріңізбен қауышасыз. Қайда тұрамыз? Бурджу, қонақ үйде тұрамыз дедім ғой. Ақшамыз бітсе қайтеміз? Айтшы. Жұмыс істейміз. Неге сұрай бересің? Бол, тез жеп ал. Автобус жүріп кетеді. Апамдар бізді іздеді ме екен? Әжем іздейтін шығар. Атам да естісе, уайымдайтын болды. Апам мен әкемше бізді ойлар ме екен? Ойласа ұрыспас еді ғой. Букет, Не болды, жесекші енді? апам сөмкесінен ақша алып кеткенімізді байқады ма? Қалай ойлайсың? Білсе білсін. Мен қорқам. Қайтайықшы. Неге? Тағы әке мен шешемнің ұрыстарын есту үшін бе? Жылама, ақымақ. Бурджу, бәрі бізге қарап отыр. Жыламашы енді, Бурджу. Келдік бе? Келдік. Надида ханым, сіз осында отырып күтіңіз. Сізді көрсе бәлкім қашып кетер. Kardeşim işimiz gücümüz var ya. Сен де осы жерде күте тұр. Жарайды. Мырзам, тағы 5 минут күте тұрайық. Қыздардың артынан туыстар келе жатыр екен. Кете берейік те? О не дегеніңіз? Екі кішкентай қыз бола. Қалай тастап кетем? Жылама, Бурджу. Бурджу, қараш. Шехризат әпкенің жігіті ғой. Иә. Суретін газеттен көріп едік қой. Иә. Айран беріңізші. Қыздарды таптыға өйтеуір. Иә. Онур мырзаға рахмет. Қалай тапты? Онур мырза барлық автобус фирмаларына телефон шалды. Атасы мен әкесі шетелге кетіп еді. Бар жауапкершілігі менің мойнымда. Жақсы екен. Қайда жол тарттыңдар? Измирге. Өздерің ғана ма? Екеуміз кетіп барамыз. Ата-аналарыңмен бірге ме? Олар Измирде. Соларға бара жатырмыз. Біздің келетінімізді білет. Жақсы онда. Мен сендерді үйден қашып кеткен шығарсыңдар десем. Ондай болса ата-аналарың қатты уайымдайтын еді. Бәлкім әжелерің де бар шығар. Ол да уайымдайды. Мен де бір рет үйден қашып ем. Сондықтан қатты іздейтіндерін білем. Онур мырза тапты ма екен? Шыдай алмаймын.
Шыдай алар емеспін, мен барайын. Жыламасаңшы. Мен апамды сағындым. Букет, Борджу. Әжетай. Әжетайым. Қыздарым. Әжетай. Жандарым мені. Әжетайым. Жандарым. Қыздарым. Күндерім сау. Қызым, ұстағаның алтын болсын. Сенің арқаңда бүгін басымызда баспана бар. Оған ерте қуанба, тағы да келеді. Өкіметтің жеріне қол салып отыр. Бізді бұл жерден тағы да қуып шықпақшы. Бұл қазынаның жері ме? Иә, өкімет сататын болған. Сатпапты. Демек сатылмаған жер. Онда біз жақсылап тексерейік, не жағдай екен білейік. Тексергенде не болады дейсің әпке? Бұл адамдар жермен айналысатын қылмыстық топ бәрібір алады. Бізге тыныштық жоқ, аман сау болсақ болды. Сонша түңіле бермеңіздер, бір амал табылар. Әрине, әрі бұл жерді Бұрхан мырза сатып алады. Ол өте жақсы адам. Қорықпаңыздар. Кім білет ғани, Бұрхан мырзаны талдап соқпағандарына кім кепіл? Көреміз. Жайшылық па? Қане қыздар? Жақсы, Надиде ханым. Онар мырза, үйге жүріп кофе ішіңіз. Жоқ, рахмет. Көп уақытыңызды алдық білем. Дегенмен үйге кіріп дамауыз десеңіз болар еді. Оған әуре болмаңыз. Түк әурес жоқ. Бар болған бір кофе. Апа, жайшылық па? Қайдан келесіздер? Жүріңіз. Мазаларыңызды алмай. Жоқ, болмайды. Жақсы. Сәлеметсіз. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Таныстырайын, Онар мырза. Келінім Фусын. Танысқаныма қуаныштымын. Мен де. Қане, жүріңіз. Апа, қайдан келесіздер? Кейін айтам. Жүріңіз. Онар мырза, төрлетіңіз. Онур мырза, қош келдіңіз. Мұнан апар. Ақмақ. Рахмет, Мехрибан әпке. Шай болса болды. Құр шай болмасын, жаным. Онур мырза келді ме? Келді. Кетіп қалғаныма ашуланған жоқ па? Жоқ, ашулануға да шамасы келмей қалды. Неге? Надиде ханымен тез шығып кетті. Надиде ханымен дейсің бе, түсінбедім. Қыздар үйден қашып кетті, Шехризат. Не дейсің? Үйден қашып па? Қалай? Айше, сене алмайым, Онур мырза осы жерге келді. Не үшін кепті? Неге келсе де келді ғой. Суретінен де өзі өмірде өте келбетті екен. Шынымен, Шехризат әпкемен татуласып кетсін, иншалла. Ай, иншалла, қандай сыпайы кербес жігіт. Мен апарайын ба? Сен бұны Онур мырзаның жүргізушісіне апар. Айше, лукум тәттілер қайда? Міне, таптым. Сізге мыңда бір рахмет, Онур мырза. Егер сіз болмағанда... Сонша рахмет айтатындай, о не дегеніңіз, Надиде ханым? Сіз болмағанда... Айыпқа бермаңыз. Жаңа үйгейіммен қарсы алдым. Тағы да қош келдіңіз деймін. Қош көрдік. Қайта сіз айып етпеңіз, кездейсоқ келіп қалдық. О не дегеніңіз? Апа, сонымен не болды? Енді айтатын боларсыз. Онур мырза, мен қайдан келе жатырсыздар? Немет, кофеңді келші. Келе жатырмын. Міне кейіңіздер. Рахмет. Неткен байлық. Надиде ханымды көрсен ғой, Шехризат. Байқұс жан таппай осында кепті. Онур мырзада 40-тың бірі қыдырдай дәл осында отыр еді. Сонымен қыздарды тапты ма? Тоқта, мен өзім телефон шалайын. Қап бәлем, бұларды ма? Не істесем екен? Әрине, менің араласатын жөнім жоқ. Дегенмен Фусун ханым, қыздарға көп ұрыспай-ақ қойыңыз. Өздері де қатты қорықты. Әжелерін көргенде жылап көрсін. Дұрыс қой, Онур мырза. Өздері қате жасағандарын түсінді. Шехризат телефон шалып жатыр. Мехрибан ханым айтқан шығар. Шехризат, қызым. Надиде ханым,
Мехрибан апке қыздардың жағдайын айтты. Қалай әкелдіңіздер ме? Айтпа қызым, айтпа. Енді әйтеуір таптыңыздар ғой. Таптық, Онур мырзаның арқасында. Жақсы болған екен. Қай жерге кетіпті? Кебземе бір жер. Қай жер еді Онур мырза? Eski Hisar. Онур мырза бүкіл автобус фирмаларына телефон шалып шықты. Содан олар ескі Хисарда тоқтап бізді күтіп тұрды. Сол жерден алып келдік. Онур мырзаға рахмет. Үйге дейін әкеп салды. Мыңда бір рахмет. Жақсы. Қыздар қалай? Жақсы шүкір. Шехризат. Онур мырза болмағанда полиция Измирдің қай жерінен іздер еді. Бурхан мырза естісе не болатын тіпті білмеймін. Түсінемісің? Қуаныштымын. Қыздарды тапқандарыңыз жақсы болған. Али Кемал де әкесімен бірге кетті, өзің білесің. Үйде жоқ. Иә, Али Кемал екеуі Ресейге кеткен. Иә. Апам өлтіреді. Өлтірсе өлтірсін. Бәрі сенің кесіріңнен. Неге? Қорқамын деп жыламасаң, ендігі Измирде болатын едік. Тағы да сізге алғысымды білдірем, Онур мырза. Оқас жоқ, Надида хан. Сіз де айып етпеңіз. Сіздің де жағдайыңызды сұрап кіріп шыға алмадық. Иә, ұшақ мәселесі ме? Иә, ол да бар. Әлгі ана мәселеге байланысты да. Иә, сол жағдай. Рахмет. Қалай қуанғанымызды айтып жеткізе алмаймын. Онсыз да Бурхан мырза, бұл Онурды қаралауға тырысып жатқандардың ісі деп айтып еді. Рахмет. Жақсы, қыздарға жақсы қараңыз, сау болыңыздар. Иә, Алла жақсы күндерде кездестірсін, иншалла. Иншалла. Екеуін де өлтірем. Үйден қашқаның не екенін менен қазір көрет. Тосын, қой. Егер бір ауыз сөз сөйлейтін болсаң, келін, анау мынау демеймін. Сен аямаймын, Фусун. Ұқтың ба? Аямаймын. Жайшылық па, Онур мырза? Бала боп кеттіңіз бе? Өзім алғам жоқ. Қан қалдым. Бүгін туған күні. Солай ма? Тамаша. Шайыңыз суып қалмасын. Мен қазір кетем. Жақсы. Жаным, балапаным. Сенің туған күніңді керемет етіп өткіземіз. Орманға барып шатыр құрамыз, от жағамыз, бәрін жасаймыз. Иә, бәрін. Орманда от жағуға болмайды. Табиғат қорғаушысын қарай көресің. Алла. Солай ма? Қорқпа, орманды өртеп жібермейміз. Каан, кел балам, киіміңді кигізейін. Саған не болды? Мен ашайын. Жоқ ештеңе. Онур аға. Сені қатты сағындым, Онур аға. Қалайсың, Кан? Туған күнің құтты болсын. Кан? Міне. Bak ne var burada. Мынаны саған алдым. Рахмет. Оқас жоқ. Онур, үйге кірсеңші. Міне, қараш. Мынау робот қой. Онур, неге кірмейсің? Атын X-мен қоямыз ба? Әрине қой, өзің біл. Жаным сол. Апа, қарашы.
Тамаша балам, жақсы екен. Апа, орманға бұны да апарайықшы. Онур ағам да жүрсін. Керем аға шатыр алды. Біз орманға барамыз. Солай қой, апа. Солай ма? Сен де барасың ғой, а? Мен бара алмаймын, Кан. Бізбен бірге жүрсеңші, аға. Менің жұмыстарым бар. Кел, бетіңнен сүйіп, мен кетейін. Жарай ма? Hadi gideyim. Туған күнің құтты болсын. Онур. Онур. Керем аға қараш, Онур аға маған не келді? Онур, тоқташы, Онур. Онур, мені тыңдаш. Бұны мен ұйымдастырып жатқам жоқ. Бануканың туған күнін жасайық деп қойман. Оған бола шаршама. Өмірің өте жақсы, бақыттысың. Менің керегім жоқ. Досыңның жанына қайт. Онур, ол менің досымда ешкімім емес. Сенің есігіңді ашатындай жақын адам емес пе? Онур, тоқташ, сөйлесейік. Сөйлесетін ештеңе жоқ. Жүр балам, бөлмеңе барайық. Онур мырзаның бұнысы несі? Онсыз да Шехризат өткенде ұшақ апатынан кейін телефон шалып еді, жауап бермепті. Енді болса аяқ астынан келіп тұр. Бұнысы несі, Керем? Бұл не жағдай? Түсіндірші маған. Kerem neler oluyor? Білмеймін, Бану. Онур ақылынан адасқан сияқты. Шехризат, жаным, қайтесің, мән берме. Көп дайындалдыңдар, дегенмен бүгін бармай-ақ қойсақ қалай болады? Ne olur? Апа, жарайды, егер сен барғың келмей тұрса. Орманға бармаймыз ба? Бармаймыз, балам. Үйде торт жейміз, ойын ойнаймыз. Керем аға маған шатыр алған жоқ па? Мехрибан әпке, менің легі ойыншығым қайда? Шехризат, баланы туған күнде ренжітпеш. Қане жүр, өзің де серігіп қаласың. Жарайды. Кан, жүр, баратын болдық жаным. Барамыз ба? Иә, Мехрибан әпке Канның сөмкесін алыңыз, шығайық. Шығайық. Рахмет, мен үйде қалайын. Неге? Шаруаларым көп. Çok işim var evde. Апа, жүр, шығайықшы. Ал, кеттік. Ver. Күртешеңді ки, балам. Қане. Тез келдіңіз ғой, Онур мырза. Шехризат ханымдар үйде жоқ па екен? Сыйлығыңызды көлікке тастап кеттіңіз бе? Тағы да барарсыз. Жоқ, Фердеус, қайтып бармайын. Неге? Бір жағдай болды ма? Кейде қаққан есігіңнің ар жағында күтпеген жағдайға тап боласың. Karşılığı ki insanın. Есікті қаққаныңа өкініп бармағыңды тістейсің. Рас. Тек Алла тағала ашылмайтын есік бермесін деңіз. Кейбір есіктер жабылып қалса қайта ашылуы қиын. Сонда тұрып қаласыз. Жақсы, ас болсын. Ал, қане. Апа, шатыр құрамыз. Жарайды, балам. Қандай тамаша жер, солай ма? Таза ауа. Иә. Сендер отыра беріңдер. Біз шатырымызды құрайық. Қане сөмкені аш. Жарайды, тамақ дайын болғанда сендерді шақырамыз. Осы жерге құрамыз ба? Бұл жер жақсы емес пе? Жақсы. Мынаны ұста, қанекей. Онур ағамда келгенде ғой. Қане өрмекші адам, тезірек болу. Жаңбыр жауса, шатырдың ішіне кіреміз. Senin içine gir. Бол.
Алло, Ясмин, үйдесің бе? Шаштараздамын, не болды? Жоқ, егер уақытың болса, кофе ішсек деп ем. Kahve içelim diyecektim. Қазір шығам. Кішкене күт. Келесің бе? Әрине. Рахмет, Ясмин. Бүгін сондай мазам болмай тұр. Уайымдама, Нұржан. Қайтесің? Бір жерге барсақ Bana қалай? gel. Маған келсеңші, үйде отырғанымыз жақсы болар. Жақсы, онда күт, барам. Жақсы күтем. Біраздан соң Ясмин келеді, Фердеус. Естедім, Онур мырза. Жеңіл желпі таған бола ма? Var mı? Көрерміз. Iyi. Жайшылық па, Фердеус? Әлде қонақ күту сонша қиын ба? Ұнатпаған сияқтысың Bak ғой. zor mu geliyor? O ne дегеніңіз, Онур мырза? Үйге келген қонаққа қашанда төрден орын бар. Değeri var. Мықтап ұста, Кан. Ұстап тұрмын. Тым болмаса, шәйіңді ішсеңші. Ішпеймін, рахмет. Шехризат, қиналма жаным. Қараш, бүгін Канның туған күні. Жаңбыр жауса ішіне су өтпейді ғой, е? Ол не дегенің, Кан? Тіпті бұл шатырда қар жауса да түк етпес. Бұл спортшылардың шатыры. Тауға шығатын альпинистер осының ішінде ұйықтайды. Тоңбай ма? Ұйықтайтын қаптар бар. Соның ішіне кіріп жатса жып-жылы болады. Мынаны таға қой. Қараш. Канға қаттынады. Үлкен адамдай Керемге көмектесіп жатыр. Кешір, сендердің де көңіл күйлеріңді бұздым. Түк өтпейді. Қайта сенің көңіл күйің болмағанға мен қиналып отырмын. Таңертеңгі Онур мырзаның бұл қайғылығы. Жарайды, Керем екеуі түсінсе алмай жүр. Сенің қандай кінәң бар? Бір-біріне неге сонша қырын қарап жүр? Түсінбедім. Канның күртешесін кигізей. Күн салқын тоңып қалар. Келісе алмай жатса өздеріне байланысты. Сенің не қатысың бар? Канның туған күні. Есігіне келіп тұрып Керемді көре сап теріс айналған несі? Бану, бұл әңгімені доғарайықшы. Өз араларындағы мәселе. Дегенмен Онырдікі дұрыс болмады. Бану, қош енді. Қош. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Аласыз ба? Онур жоғарыда ма? Жоғарыда. Кіріңіз. Қош келдің. Қош көрдік. Саған сен бүгін де тыным бермейтін болдым. Солай ма? Ses falan dinlediğim yok. Жоға. Ол сөз бекен жаным. Қалайсың? Nasılsın? Мені қош, өзің қалайсың? Қалай дерің бар ма? Ашулымын, өкпелімін. Öfke doluyum. Тағы да Керемге ашулымысың? Жоқ, бұл жолы Шехризатқа. Онда тез-ақ сабанға түсерсің. Бұл жолы олай емес сияқты. Апа, тек Кан, не болды? Ұлым, Ой, Алла, резинке болып шешіліп кетті. Кан балам, қане келші. аш барат. Жарайды балам, сабыр етші балам. Қазір. Sana ben dur oğlum dur. Қазір, балам. Кешірім өтінем, Шехризат. Ауырып тұр. Кан, кәне келші. Жібер. Шехризат, сабыр ет, қорқатын ештеңе жоқ. Баланы қорқытпашы. Болды, балам. Қане, көрейінші. Ештең етпейді. Ауырып тұр. Жігіт адам деген жылай ма? Кан, әлі ауырып тұр ма? Басылды ма жаным? Мен саған дәрігер қорапшасын әкелейін. Мақтамен сүртетін су әкелейінші. Керек жоқ Бану, мен бетін жуайын. Үйде отырсақ болар еді. Орманда неміз бар десеңші. Шехризат, абайсызда тиіп кетті. Шынымен, кешірім өтінем. Қайта Құдай сақтады. Көзіне тисе қайтерем. Жүр балам, жүре ғой. Шехризатқа ренжіме. Таңертеңнен бері көңіл күйі жоқ. Ясмин, жағдай осылай. Bileyim ki. Жақсы, Фердеус, қалдырып кет. Gerisini hallederiz. Жарайды. Қалағаныңыз болсын.
Үйінің есігін Керем açtı. Kerem açtı. Kerem, özün oylaş. Biliyor musun? Жарайды, Онур. Керем жай досы. Онда тұрған не бар? Ne var bunda? Koyuş. Kerem jay dос емес. Şehrizat Kerem'nin sezimlerini bilmeyi mümkün emez. Bilmiyor olamaz. Шынымен білмейтін шығар. Farkında değildir. Құдайшым, Yapma Allah aşkına. айтшы. Егер сен де біреудің көңілі болса, қалайша байқамайсың? Мен байқаймын ғой. Ал өзің ше. Жарайды. Boşver. Шехризат менсіз өмірді таңдағанына қарағанда енді мазалаудың қажеті болмас деп ойлаймын. Israr etme. Солай емес пе? Демек, айырыласың ба? Айырылдым. Geçti mi o? Қойды ма балам? Dur bakayım. Қане? Қызарып қапты. Acıyor mu? Ашып тұр ма? Жоқ, басылды. Жаным сол. Уайымдама апасы, ештеңе жоқ. Керем фотоаппарат көлікте қалды ма? Жақсы, мен барып алып келейін, суретке түсеміз. Мен де барам. Жүре ғой. Жүр. Онордың бұнысы несі? Сенің қуанышыңды бұзуға қандай хақысы бар? Досыңыз жөнде осылай дейсіз бе, Керем мырза? Онур менің досым емес, Шехризат. Онурмен достығымыз да, серіктестігіміз де біткен. Онур сияқты да менің досым бола алмай. Қандай адам? Шехризат, қойшы. Онур бүкіл әлемнің алдында ақталса да, менің алдымда ақтала алмайды. Сенің алдыңда да ақталуға тиіс емес. Неге, бір білетіңіз бар ма еді? Жоқ. Тек анық білетінім, сен көкейімнен кетпейсің. Жүрегімдесің, білем, Бану үшін қиналасың, бәрібір онымен айырылсам. Сен мені қаламасаң да Банудан айырыламын. Неге түсінбейсің, Шехризат, сені сүйем. Тоқта. Жалғастырушы болма. Кан, кел бері. Gidiyoruz. Кетеміз. Жүр. 35-ші бөлімнің соңы.